ойыннан тәуелді, алкогольден, басқа химиялық тәуелдікте жүрген адамдар глубинно беспомощный адамдар. Мен ештеңкеге лайықты емеспін, өмірінің мәнін таппаған сондай адамдар, я. И олар өмірге керексіз болуларын осы алкоголь арқылы, ойын арқылы дофаминін шығарады, я. Ал енді осы тәуелді адамдардан тәуелді созависимый адамдар туралы айтқым келеді. Олар әйелдері, осы алкоголиктардың, игромандардың аналары, я. Олар да осы жертва состояниясында, беспомощное состояниясында. Егер мен бұл еркектен кетіп қалсам, мен ешкімге керек емеспін. Мен егер бұл еркектен кетіп қалсам, күн көре алмаймын. Хотя сол отбасын асырап отырған өзі болса да, психикасында мен онсыз күн көре алмаймын деген ой болуы мүмкін. Немесе мен осы адамды алкогольден түбінде шығарамын, мен осыны құтқару арқылы өзімнің значимостьін көтеремін деген ой болуы мүмкін. Бұның барлығы, яғни психикада травманың болуы, психикада вектордың дұрыс болмауы. Осының бәрімен терапия арқылы именно тәуелдіктегі адамдар емес, а сол тәуелділіктегі адамдардан тәуелді әйелдері, аналары психолог арқылы, терапия арқылы кәдімгідей жұмыс істеп, осыларынан арылу керек. Сіздер біреуді құтқара алмайсыздар, сіздер ең бірінші өздеріңіз құтқару керексіздер.